Так, бүгін 18 наурыз 2022 жыл. Былтыр еккен 3-ші айналымдағы еккен қиярым әлі өнімін беруде. Естеріңізге сала кетейін, былтыр осы шағын ғана есік алдындағы жылыжайға 3 рет қияр егі болған болатын. Сол 3-ші айналымдағы қиярдың өнімі мынау әлі жалғасып жатыр. Тек жоғары жағында ғана қалды. Астыңғы жақтарын бәрін теріп алғанбыз қыстай. Бұл былтыр, яғни жаңа жылға қарсы желтоқсан айының соңына қарай өнім беруін бастаған. Міне содан бері әлі өнімін жинап жатырмын қыстай. Енді қазір от жағып жатқан жоқпын. Себебі бізде кішкене күн жылы болғаннан кейін от жағуын тоқтатқан. Оның үстіне мынау ашық полиға деп еккен қияр көшеттерім, қызанақ көшеттерім бар еді алдында. Солардың бәрі қатты өсіп кетпесін деп от жағуын тоқтатқан болатын. Сосын осы екі ескі қиярдың ортасына, яғни жоғарыдағы жаңа өнім беріп жатқан былтырғы қиярдың көшетінің екі ортасына мынандай жаңадан көшет егіп шықтым. Бұл енді Алла қаласа биылғы жылдың, яғни 2022 жылдың алғашқы өнімі болып есептеледі. Бұл мінеки уже гүлдей бастады. Алла қаласа ертең бәрі мысқи гүлдеп, түйіні өсе бастаған кезде мына ескі қиярды түбінен жай ғана қайшымен қырқып алып тастайтын боламын. Сосын мынау жаңадан егілген көшет, яғни биылғы көшет ары қарай жоғары қарай өсіп өнімін береді, Алла қаласа. Міне барынша осындай шағын ғана есік алдағы жылыжайға әрбір квадрат метрін тиімді пайдаланып, осындай тоқтаусыз қысы жазы өнім алудың әрекетін жасап, қазақша айтқанда бір оқпен екі қоянды атып алуға болады екен. Алла қаласа нәтижесін алдағы уақыттарда сіздермен бөлісіп отырамын.